Так, неге веб-сервер қондырамыз? OS панель деген аты. Ол деген қысқаша OS панель, бірақ Open Server панель аты. Ішінде PHP бар, MySQL бар, тағы басқа модульдар бар. Бұл веб-сервер дейді. Так, соны скачать етеміз, ішіне кіріп, скачать дегенді бас. Google-ға жазамыз, OS панель деп, сосын ішіне кіреміз сайтқа. Официальный сайт. Сосын скачать дегенді басамыз, сосын нет, спасибо, хочу просто скачать. И да, уверен дегенді басам. И скачать етіп бастайды. Так, етіп болғаннан кейін қондырамыз оны. Бұл Open сервермен пример ретінде көрсетем, қалай не істеу керек, сайт жасау. Так, далее басам, сосын я принимаю, далее обычный установка тұра берсін, далее и осылай тұра берсін тоже, далее. И мына жерде мен сайлаймын, мысалы, мыналарды алып тастаймын. Мыналар тұра берсін, изучать етемін да осыларды. Өзіңізге кіріп қояды. Так, мынаны алып тастаймын. Сосын мынаны да жоқ, мынау тұра береді. Так. Мынаны барлығы тұра береді. Мына жерде уже екеуін қалдырып қоям. Так, мынау да сол екеуін қалдырып қоям. Мына жерде де екеуін қалдырып қоям. Мына жерде де екеуін қалдырып қоям. Так. Сіз өзіңіз білесіз, мына жерде тағы да өзіңіз басқа версияларды сайласаңыз болады. Так, мына жерде де сол екеуін қалдырып қоям. И осы жерде де сол, и болды. Далее басам. Далее. Так, ну тұра береді. Далее установить. Так, осындай сертификат сұрайды. Да дегенді басамыз. Сосын запустить деп тұра береді. Завершить. Сосын я принимаю, далее. И оптимизировать настройка систем для SSD деген галочканы қойып жіберем. Егер сізде SSD болса. Так, далее басам. И перезагрузка жасаймыз. Қазір мен мысалы жасамайым пока что. Бірақ сіз жасаңыз осын. Даны басасыз да завершить дегенді басасыз. Так, міне рабочий столда мынандай не шығады. Open сервер, OS панель немесе пускта шығады. Как көрейік, пускте бар ма екен. Міне пускте тұр екен. Так, проектілерге кіреміз. Ол үшін былай кірсеңіз болады, свойства, сосын расположение файлов деп кірсеңіз болады, немесе этот компьютерді ашып, OS панельге кіріп, сөйтіп кірсеңіз болады. Так, содан кейін home деген папкаға кіреміз, OS панель, C-диск, OS панель, home дегенге кіреміз да, осы жерде создать етеміз. Мысалы, өйстіп жазсаңыз болады, немесе артына точканың орнына log деп жазсаңыз болады, или local деп жазсаңыз болады, осындай сияқты. Мен мысалы бүйтіп жазам. Или log деп жаза берейік мысалы да. Или давай осылай жаза берейік. Так, өйстіп создать етем. Так, келесі мынандай папка создать етем. Жаңа home, сайттың аты, домен, ішіне кіреміз да, содан кейін папка создать етем, осындай .osp деген. Соның ішіне кіремді, файл создать етем, осындай атпен. project.ini деген. И ішін ашам. Осыны копировать етіп алам, осыны. Мынау жаңағы создать еткен домен ғой, папка бар ғой, мынау. Міне. Мынау. Соны осы жерге обязательно жазу керек. Так, бұл жерде не ал деп тұр? Apache қолданам деп тұр. Мысалы, мынаның орнына KDE деп жазсаңыз болады, немесе
Nginx деп жазсаңыз болады. Егер сізге не керек болса, басқа сервер керек болса. Apache деп жазам. Сосын PHP. PHP де сол 8-де 4 классыза, 8-де 3 классыза қандай қондырдыңыз, соны не істейді. Мен қазір соңғы версиясын қарап жатырмын. Бірақ ол үшін мына OS панель рабочий столда open сервер панель дегенге кіремін. Содан кейін астында сағат жақта значок шығады, мынандай. Соған оң жақ мышканы басамын. Так. Перезапустить қылып жіберейін қазір. Так, мынаны сохранить еттім. PHP неме. Так, осы оң жақ мышканы басам, сосын PHP версияны қараймыз. Міне. Мен екеуін қондырдым. 8-де 5. Соңғы версиясын қоямын мен. 8-де 5. Содан кейін проект прям осы жерге салсаңыз болады, өзіңіздің index.php депті, мысалы. Немесе мен папка создать еттім ба, мынандай www деген. Чтоб анаумен араластырмау үшін. Так, мен www. И соның ішінде файл создать етем, index.php. Осы папканы создать еттім ғой, любой ат жасаңыз болады, мысалы public десеңіз болады. Онда сіз мынаққа public деп өзгерту керексіз, project in'де. Сол үшін мен w деп қоям, 3w. Соның ішінде index.php. Соны ашамыз. Сосын мына project root деген ол мынаған керек осыған. Мысалы, мына OS панелінің значогына оң жақ мышканы басамыз да, сосын kms kz деп тұр, жаңағы домен. Сосын открыть, так, қазір көрейік. Открыть браузере деп тұр и консоли деп тұр. Мына запустить еткеннен кейін шығады. Index.php-ның ішінде міне w index.php осын копировать етіп аламын да. Өзіңіз білесіз, любой не жазсаңыз болады. Мен просто пример ретінде осындай файл создать етіп қойдым. Енді оны запускать етеміз. Ол үшін так Apache қойдық. Так. Все, көрейік, запускать етейік. Так, кіремін, сосын значок бар ғой, OS панель, соған оң жақ мышканы басам, сосын өзің доменімді сайлаймын. По умолчанию тұрған домендер ғой. Жап-жаңа создать еткен доменге барамын. Сосын HTTP Apache-ге қойылып тұр, и PHP 8-де 5 қойылып тұр. И включить модуль проекта дегенді басам. Так, походу перезагрузка керек болып тұр, осы қызыл жанып тұр да. Перезагрузка жасайын. Міне қосылды. Мынандай жасыл жанып тұрады, егер Apache қосылса и PHP қосылса жасыл жанып тұрады. Егер өшіп тұрса, онда көк жанып тұрады. Так, давай тексерейік. Оң жақ мышканы басамыз, сосын открыть в браузере деген. Доменге барамыз да, открыть в браузере деген кіреміз. Міне открыть в проводнике деген шықты міне. Бұл мынау сол үшін керек осы сәт. Мынау корень. Жаңа сайтты оқиды содан. Открыть браузере дегенді басам. Так, не ал деп тұр. S талып істейін. Enter. Так, бұл жерде не ал деп тұр.
Так, бұл жерде MySQL-ді қосу керекпіз. Қайтадан жаңағы сағат жақта Open Server Panel дегенге оң жақ мышканы басамын. Сосын модули дегенге кіремін. Сосын MySQL дегенге кіремін. Сосын ең соңғы версия 8.4 ба, соны басамын. Содан кейін включить дегенді басамын. Бұл MySQL-ді қосу үшін. Так, қайтадан обновить етем сайтты. И болды, шықты міне. PHP версия 8.5.4. Бұл соңғы версиялары. MySQL-дің версиясы мынандай, Apache-дің версиясы осындай. Так, бұл жерге PHP инфоға кірсек, осы жерде қарасаңыз болады. Сосын мынау сервер дегеннің несі ғой? Сервердің ішінде жатқан массив. Қарасаңыз болады тоже информация. Так, бұл қазір үшін көреміз. Индекс PHP. Мынаның орнына баяғыда бүйтіп жазатын едік қой. Қазір соның орнына MySQL-ге қосылатын кезде localhost емес, былай жазамыз. MySQL 8.4. Егер сіздің версияңыз мысалы басқа болса, так, мысалы 8.0 деп тұрды міне. Значит, сіз 8.0 қою керексіз, егер соны қоссаңыз. Мен данный момент 8.4-ті қостым. Сосын Open сервердің по умолчанию root пользователь, а пароль пустой. Так, содан кейін PHP MyAdmin деген не бар? Со база даннықты управлять ететін. Ол уже установлен. Міне. Неге сағат жақта Open серверге кіреміз, сосын PHP MyAdmin'ге кіреміз, открыть браузере дегенге кіреміз. Так, ол үшін включить етеміз, нені қосамыз модульдарды. PHP MyAdmin'ге кіреміз, сосын HTTP Apache-ға қоямын. Сосын тағы да қайтадан ішіне кіремін, жаңа PHP MyAdmin'ге. Перезапуск жасап жатыр. Содан кейін PHP MyAdmin'ге кіремін де PHP-ді қосып жіберемін. Мысалы 8.5 тоже. Перезапуск жасап жатыр. И болды, міне жаңағыдай жасыл жанса, уже міне қара, жасыл жанды. HTTP Apache, PHP жасыл жанды қосылды деген. Так, енді браузері, открыть браузері дейміз. Так, мұн жерде S-ті алып тастайын уақытша. Так, шықты міне, PHP MyAdmin шықты. Так, текущий сервер деп тұр. Мұн жерде сайлайым. Менікі 8.4. Соны қостым жаңа. Соны басам. Так, мынандай ошибка шығып жатыр. Так, міне қосылды. Мына копировать етіп бір жерге сохранить етіп қойсаңыз болады. Тіп-тіке кіретін да сразу. Так, бұл жерде мынаның орнында баяғыда localhost деп тұратын еді. Қазір енді MySQL 8.4 деп тұрады. Осы ғой, міне жаңа копировать етіп, сосын қосылатын кезде осыған жазасыз, осы жерге вставить етесіз. Так, келесі. Так, мыналарды қаяқтан қараймыз, тағы да дополнительно. Ол үшін документацияға кіреміз. Міне секция имя домен деген. OS-панельдің документациясына кіреміз. Так, бұл жерде жаңағы қосу болады басқа нелерді. Мысалы, міне описаниясымен жалып тұрмын жерде. Мысалы, бүйтіп жазамыз да, жаңа неге кіреміз, project инеге. Сосын enter басамыз да,
тең боладын саламыз да, ушул жерге мисалы 127 0 0 1 мисалы или auto дейм мисалы. Бұл жерде оқысаңыз болады, не туралы жазылған деген сияқты. Сосын мынаны сохранить еткеннен кейін обязательно сағат жақта ос панельдің значогына оң жақ мышканы басып, перезапуститті басу керекпіз обязательно, чтоб мына өзгеру үшін. Жаңа сіз өзгерттіңіз ғой, мына жерден алып. Міне мысалы HTTP engine, жаңағы осы ғой, міне Apache деген сияқты. HTTP порт так по умолчанию 80 деп тұр, сіз өзгертсеңіз болады соны. Мысалы бүйтіп алып, копировать етіп, жерге интер басып, ставить етіп, тең болады. Мысалы 80 ғой қазір по умолчанию. Сіз 81 десеңіз болады, сохранить етесіз. Сосын обязательно перезапуск жасау керек серверді. Перезапустить дегенді басамыз. Так, басқа документацияларды қарай берсеңіз болады, осы жерде оқыпты, қарап. Ең басына көтереміз. Оспаны. Осы жерде оқысаңыз болады, не туралы деген сияқты. Windows 7-ге жұмыс жасамайды, Linux пен macOS XP 7, 8 дегендерге, сосын 32 битті системаларға ос панель жасамайды. Так, содан кейін PHP инеге кіреміз, ол үшін. Так, ол үшін сағат жақта ос панелдің оң жақ мышканы басамыз да, корневой каталог дегенді басамыз. Сосын ос панелі қондырылған папка, сол жерде модулес дегенге кіреміз. Сосын PHP 8-де 4 дегенге кіреміз. 8-де 5 кіреміз. Мен ең соңғы версиясын қойдым. Соған кіреміз да, астына түсіреміз. php.ini дегенге кіреміз. Осы жерде настройкамызды жасаймыз. Мысалы, memory limit қоямыз. Сосын тағы басқа осындай настройкалар қою болады осы жерде. Көйтіп қойып та несін. Мысалы, memory limit, сіз оны көйтіп қойсаңыз болады, или азайтып қойсаңыз болады деген сияқты. Сосын так, келесі. Бұл жерде настройкалар бар, сайтында да. Ішіне кіріп полностью оқысаңыз болады, қандай қызмет атқарады деген сияқты. Оны қалай тауып алдым мен? Сайтына кіреміз. Мысалы, Google-ға жазамыз да, ос панель деп та. Сосын сайт шығады. Сосын документация дегенге басамыз. И сол кезде документация лақтырып жібереді. Осы жерде қарасаңыз болады. Бұл документация соңғы версияға скачать еткен. Менікі қазір данный момент міне мынандай версия. 6.5.1 деген версия мен. ос панель, open server панель 6.5.1 деген. Осы жерде асықпай қарасаңыз болады. Обязательно қараған жақсы. Осы жерде бәрі жазылып тұр. Қалай не істеу керек деген сияқты. Так, сосын мынандай проект тағы да артқа қарай, ос панель, сосын home дегенге кіреміз. Осы жерде fullexample.local деген бар. Бұл пример ретінде сол жерден алып, бұл жерге қойсаңыз болады өзіңізге. Мысалы, ішіне кіреміз, оспаға кіреміз, сосын project iniге кіреміз. Осы жерден алып, мысалы, сізге не керек бұл жерде? Мысалы, Node.js қосыңыз келсе, так, содан кейін HTTPS-тің портын өзгертіңіз келсе, так, кодировканы өзгертіңіз келсе, терминалға кірген кезде, мысалы, неге кіреміз? ос панельге оң жақ мышканы басамыз да, CMS создать еткен
доменге кіреміз да, сосын открыть в консоли деген. Соның несі ғой, кодировкасы. Соған кіреміз да, сразу папкаға кіріп кетеді. Мен W деген папкаға кіріп кетті, и сен создать еткен доменің. Осы жерде мысалы композер қондырсаңыз болады PHP-дің. Версиясы шығады деген сияқты. Осы жерде қондыра берсеңіз болады композер. Так. Сертификат ол керек емес, бәрін алып тастадым, себебі бәрі автоматически қойылып тұр файлдар. Мыналардың бәрін алып, бүйтіп копировать етесіз да, жаңа документацияға барасыз, сосын Ctrl V-ны басып жібересіз, шығады сол кезде. Не үшін керек деген сияқты, міне. Секция имя домена дегенде. И осы жерде орысша жазылып тұр бәрі. Ұмыт кеткен жері бар, соны түсіндіріп кетейін. Жаңа ошибкаларды көру үшін ос панельге кіреміз, ана сағат жақта оң жақ мышканы басамыз. Сосын просмотр журналов дегенді басамыз. Сол жерде жаңағы ошибкаларды көруге болады PHP-дің. Мысалы PHP error log деген, мысалы қандай ошибкалар бар деген сияқты. Басқа нелерді, логироваларды қарасаңыз болады, мысалы Apache, Kadi деген сияқты, MySQL деген сияқты.